Сәлем жас физик, бүгін өтетін тақырыбымыз Архимед күші туралы болады. Архимед күші өте қызық тақырыптардың бірі, сондықтан сабақты соңына дейін көр. Архимед күшінің пайда болуын бүгін үйренеміз. Архимед күшінің формуласын үйренесің және заңдарды қай жерде қолдану керек. Ең соңында осы тақырыпқа байланысты ұбт есептерін шығарамыз, достар. Дайын болсаңыздар, бастайық. Бірінші тақырыпқа кірмес бұрын, бұл ұлттық тест орталығына бар ма, ұбт-та келе ме деген сұраққа жауап берейік. Бұл негізі механика деген үлкен тараудың ішінде, және бұл тақырыпқа жалпы 8 сұрақ келді. Соның біреуі осы именно Архимед күшіне арналады, достар. Және бұл негізгі тараудың ішінде емес, тақырыптың ішіне көрсетейін да, бұл тест орталығының бекіткен құжаттары, ресми құжаттар, яғни ұбт-да 100% келеді деген сөз. Бізде механика тарау өте үлкен тарау, және оның ішінде көптеген бөлімдер, соның ішінде ең соңғы бөлімді қараңыздар, сұйықтар мен газдардың механикасы деген 5-ші бөлім, және соның ішінде мінекей Архимед заңы деген тұр, осының ішіне Архимед күші, оның әсерлі барлығы кіріп кететін болады. Енді тақырыпқа кірейік. Енді ойланып қараңыздаршы, неліктен кіп кішкентай шеге суға батып кетеді да, дәл сондай темірден жасалған, болаттан жасалған алып кемелер неге суға батпайды? Немесе суға бассейнге түскен кезде өзімізді жеңіл сезінеміз, немесе біреуді көтерсек өте жеңіл сезінеді, неге? Бұның барлығы осы тақырыпқа байланысты, достар. Егер сабақты көрсеңіздер, онда оны үйренетін боласыздар. Енді тәжірибе жасап көрейік. Бассейнге бармай-ақ қояйық, құрысын, кемеге бармай-ақ қояйық. Жай ғана қолымызға мынандай пустой баклажтан алып суға батырып көрейікші. Бір күш астынан итеріп тұрған сияқты болады, кет бар деген сияқты, ығыстырып шығарады. Ішінде су болмайды, пустой баклаж керек та. Сол кезде біз жоғарыдан төмен қарай итерсек, астынан бір күштің итеріп тұрғанын, бір әсер бар екенін байқаймыз. Осы күшті біз Архимед күш деп атаймыз, оқушылар. Яғни сұйыққа денені батырған кезде кері бағытта итеретін күшті Архимед күш деп атаймыз. Енді Архимед заңы бар осыған байланысты. Архимед заңы қалай тұжырымдалады? Архимед күшін қалай есептейміз? Былай істеген ғалымдар. Бірінші ауадағы салмағын есептеген, мінекей. Бірінші мынау П1 деген дененің ауадағы салмағы 50 ньютон болған. Сөйтіп оны сұйыққа салған кезде 30 ньютон болып қалады ғой. Сонда 50 азайтылған 30 ньютон и 20 ньютон қайда кетті деген сұрақ туындайды. Сол кезде мынандай тәжірибе жасаған. Мына сұйық тола ыдысқа денені батырған кезде мынадан байқасаңыздар, мінекей су ығысып шығып жатыр. Осы ығысып шыққан судың салмағын есептесе 20 ньютон, бағанағы жоғалып кеткен 20 ньютон шыққан ғой дегенде сөйтіп мына заңды қорытқан. Егер дейді біз сұйықтарға немесе газдарға денені батыратын болсақ, ол өзінің батқан көлемінде сұйық ығыстырып шығарады дейді. Сол сұйықтың немесе газдың салмағы дейді, неге тәуелді дейді? Архимед күшіне тең дейді ғой. Дейді ғой. Осы бұл Архимед заңы болады. Енді ережесін қараңыздар, сұйыққа немесе газға маңыз көп оқушылар тек қана Архимед күші сұйықта бар деп есептейді. Жоқ, бұл газдарда бар. Неге? Әуе шарының көтерілуі осы газдардағы Архимед күшіне байланысты. Және дене ығысатын сұйықтың салмағына тең дейді. Яғни ығысып шыққан сұйықтың немесе газдың салмағына тең болады бұл Архимед күші. Архимед күшін FA деген әріппен жазамыз, және бұл жердегі А үлкен әріп. Неге? Өйткені бұл атақты Архимед деген ғалымның құрметіне қойылған. Ал егер кішкентай әріп болса не болады? Ол онда ауырлық күші болып кетеді. Сондықтан назар аударыңыздар. Енді Архимед күшінің бағыты өте маңызды. Не үшін жоғары болады, неге төмен емес деген сұраққа жауап береміз. Өйткені кез келген күштің себебі бар, не үшін ол қалай пайда болды. Енді қараңыздар, бірінші Архимед күшінің қандай күштермен әрекеті бар? Архимед күші әрқашан жоғары бағытталады, және оған қарама-қарсы бағытта ауырлық күші шығады. Осы екеуі біреуі жеңеді, біреуі жеңіледі. Сол кезде дененің қозғалыс бағыты соған байланысты анықталады. Егер асты қарай жеңсе, ауырлық күші көп болып тұр, жоғары қарай көтерілсе, демек Архимед күші көп болып тұр деген сияқты тұжырымда шығару болады. Оған байланысты жүзу шарттары деген керемет тақырыпша бар, осының жалғасы. Оны алғыларың келсе, комментарийға жүзу шарттары деп жазып кетіңіздер. Ары қарай осы Архимед күші қалай пайда болатынын соны қарастырамыз. Қазір айттым, Архимед күшінің пайда болу себебі негізі ол гидростатикалық қысымға байланысты. Білесіздер, сұйықтарда немесе газдарда қарастыруға жартылай қысым неге тәуелді? П тең ро G H. Сұйықтың тығыздығына G-ға және мынау H деген биіктік немесе бату тереңдігіне. Демек, тереңірек батқан сайын қысым көбірек болады ғой. Азырақ батса қысым азырақ болады деген қорытынды бар. Соған қараңыздар. Мысалға, мына дене сұйыққа батып тұр. Үстіңгі жағын қараңыздар, үстіңгі жағында азырақ қысым болады. Өйткені мына биіктік бізде аз, H1 мында тұр екен. Екінші астыңғы жағын қараңыздар. Астыңғы жағы мынаған дейін да, бұл H2 болады. Ол жақ тереңірек болып тұр. Демек, қай жақта қысым көп? Енді ойланамыз. Тереңірек болған сайын қысым көп қой. Демек, P2 бізде көбірек. Себебі H2 көбірек. А P1 азырақ. Енді ойлаңыздаршы, қорытқы күш деген тақырып бар, немесе тең әсерлі күш, тең әрекет күш деген тақырып бар ғой. Сол кезде қай күш көп, сол жеңетін еді ғой, және соның бағытымен қозғалатын еді. Мысалы, Диас пен Ақжол күресті, күрескен кезде Ақжолдың күші көп,
ол солай жеңеді, сол жеңеді, соның бағытын бұзады. Тура сол сияқты бұл жерде екі қысым бар, және төмен жақтағы қысым көбірек, жоғары жақта азырақ болғандықтан жоғары жақтағы қысымды төмен жақтан көтереді, немесе астындағы қысым жоғары жаққа қарай ығысады деп қарастырсақ болады. Сол себепті негізгі қорытынды күштің бағыты жоғары болғандықтан Архимед күштері жоғары қарай болады, достар. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Қысымдардың әртүрлігіне байланысты астында қысым көп, үстінде қысым аз болғандықтан астынан қысым жоғары қарай ығысып, негізгі Архимед күштінің бағытын солай анықтаймыз. Кеттік. Негізгі формула. Енді бұл жерде қатты қиындық жоқ. Архимед күші тәуелді бірінші сұйықтың тығыздығына, мынау С сұйық балар, су емес көп балар, су жүреді болады, мыңды қоя береді, судың тығыздығы 1000 ғой, соны қойып шығара береді, қате болады. Бұл жерде май болуы мүмкін, тұз, бензин болуы мүмкін, керосин болуы мүмкін, әртүрлі сұйықтар болуы мүмкін да. Сосын еркін түсу үдеуі, бұл итак тұрақты шама білесіздер, сосын мына жерде батқан бөлігінің көлемі. Көп балар осы жерге назар аудармайды. Бір дененің жартысы батып тұруы мүмкін сұйыққа, бір дене толық батып тұруы мүмкін, бір дененің 3/1 ғана батып тұруы мүмкін да. Мысалға, мына суреттегіден қараңыздаршы, қанша бөлігі батып тұр? Шамамен алғанда 3/2 бөлігі батып тұр, Архимед күші осы батқан бөлігіне ғана әсер етеді. Есепті дұрыстап оқыңыздар. Қай бөлігі батып тұр? Толығымен батып тұр ма, әлде батпай тұр ма? Жартысы батып тұр ма? Ескеру керек, достар. Енді сұйықтардың тығыздығының Архимед күшіне әсерін қарайық, Бізде 4 сұйықты қарастырып көрсетейін. Бірінші бензин 700, май 900, су 1000, теңіз суы 1030. Мына жерде өте маңызды нәрсе бар. Теңіз суы мен кәдімгі біздің ішіп жүрген тұщы суымыздың тығыздықтары әртүрлі. Өйткені теңіз суында тұз көп болғандықтан тығыздық көбірек болады. Сонымен қатар мына суреттерге қараңыздаршы. Барлық ыдысқа бір дене салған сұйықтар әртүрлі, бірақ тығыздықтар әртүрлі. 700 болатын бензинге салған кезде мына жерге дейін батты, дене. Ал май одан көбірек қой, сәл көтерілген байқайсыздар ма? Мінекей. Демек тығыздық артқан сайын көтерілу биіктігі де арта береді, Сосын қараңыздар, суға бетіне жақындап қалды, теңіз су болған кезде бетіне 3/1 ма 4/1 шығып кетті. Демек, бұл не көбейіп жатыр? Тығыздық неге тәуелді ғой? Архимед күші тығыздыққа тәуелді ғой. Сол себепті Архимед күші артып жатыр деп қарастырасыздар. Тығыздық артқан сайын Архимед күші артады. Сол себепті дене судың бетіне қарай ығысып шыға береді. Мынандай ұбытта сұрақ бар, қызық. Кеме, қайық болсын, теңіз суында келе жатыр дейді, оны апарып көл суына қоятын болсақ, өзен суына қоятын болсақ, дейді, тұщы болатын. Онда оның бату тереңдігі қалай өзгереді дейді. Ол көл суында көбірек батады. Неге? Өйткені көл суының кәдімгі тұщы су болғандықтан тығыздығы азырақ. Тығыздығы азырақ болған сайын көбірек батады, тығыздығы көп болса, ол судың бетіне көбірек қалқып шығады. Яғни азырақ батады, қазақша айтқанда. Енді есеп шығарып көрейік, ұбытта қандай есептер келеді? Нағыз ұбыты есебі қараңыз. Архимед күші қай күшке қарама қарсы дейді. Үйкес күші ма? Жоқ. Серпін күші ма? Жоқ. Тіректің энергиясы күші ма? Жоқ. Бұл жерде әрине бағана ғана үйренген ауырлық күшіне, достар. Кеттік. Көлемі 600 см куб дене. Уже сразу басайсыздар, көлем деген В деген әріппен белгіленеді. 600 см куб. Бұл метр куб айландыру керек балар. Ол үшін оп-оңай жол бар. 600-ді жай ғана 10-ның -6 дәрежесіне көбейтсеңіздер метр куб айландырып жаттап алсаңыздар болады. Немесе математикада сондай бір тарау бар, Майға толық дейді. Толық деген сөзге назар аударасыздар. Толық демек барлық бөлігі батып тұр. Енді бізге Архимед күшін табыңыз дейді. Енді қараңыздар. Архимед күші неге тәуелді? F Архимед деген дәу болып кетті. F Архимед ρ J V, сұйықтың тығыздығы, дененің батқан бөлігінің көлемі. Барлығы бар сияқты орнына қоямыз. 900, мінекей. 900 көбейтілген 10 көбейтілген көлем бар ма? Көлем бізде 600, оның -6 дәрежесі, орнына қоясыздар. 9 пен 6-ны көбейтесіздер, 54 шығады. 54, мына жақта 1 2 3 4 5 0 бар екен. Мына жаққа +5 дәреже қосып жібереміз, сонда -1 дәреже болады. Оның -1 дәрежесі немесе 5,4 ньютон деген жауап шығады екен, оқушылар. Бізде Б жауап. Енді қай кезде дәрежесін ескермеуге болады? Енді бұны жоғары оқушылар біледі. Жауаптар әртүрлі болса, Мысалға А, Б, С жауаптар әртүрлі сандар болса, онда тек қана сандарды көбейтіп 6, 9, 54, 5,4 деп белгілес сандар болады примерно. Келесі есеп, дененің керосинге жартысы батырылған. Жартысы деген сөз бар, Керосиннің тығыздығы берілген, яғни ρ берілген, Архимед күші берілген, F A берілген, дененің көлемі қандай? Яғни дененің көлемі, сұрап тұр екен. Бұл есеп қатты қиын емес сияқты. Жай ғана Архимед күшінің формуласын жазып аласыздар. Рho сұйықтық, J және V дененің батқан бөлігі. Осы жерден бізге табу керек мынау дененің батқан бөлігінің көлемі тең. Архимед күшін бөлесіздер жай ғана Рho сұйықтықтың тығыздығы және J-ға. Архимед күші бізде бар 3 ньютон. Сұйықтың тығыздығы бізде тығыздық берген екен 800 және 10. Енді бұл жерден бір жаман сандар шығады. Конечно, 3 бөлінген 8000. Оны жай ғана бөле саласыздар. Қанша шығады екен? Бөлетін болсақ 0,0000375 метр куб шығады. Бұны дәрежемен қалай жазуға болады? 375 көбейтілген 10-ның -6 дәрежесі метр куб деп жазуға болады. Немесе жай ғана 375 сантиметр куб деп жазуға болады. Бағана есептен үйренсеңіздер, балалар.
Енді бұндай жауапты көбісі сөйтіп а деп белгілей салады да, жауап қате. По идее бәрін дұрыс біліп тұрсың да, сен неге назар аудармадың? Бұл жерде дененің жартысы батқан деп тұр. А бізге сұрап тұр в дененің көлемі, батқан бөлігі емес, толық көлем сұрап тұр. Жартысы бататын болса дененің толық көлемі тең болады в дененің батқан бөлігінің жартысы болғандықтан 2 көбейтесіздер. Сонда 375-ті көбейтесіздер 2-ге, сонда 750 сантиметр куб болады екен ғой жауабы. Сонымен бір жолдан айырылып қала жаздадыңыздар. Қазір біліп алдыңыз деген ойдамын. Келесі есепке өтейік. Дененің ауадағы салмағы 40 ньютон. Ауадағы салмағын қалай белгілейсіздер балалар? Көбінде мен П нолевой деп белгілеймін. Ауадағы салмағы 40 ньютон, иә, мінекей. Суға су екенін және толық батырылған. Толық десек күшті, иә, негізі. Динамометрдің көрсетуі 24. Яғни суға батырылған кезде оның салмағы, мынау П нолевой болса, мынау П болады просто. Ол кезде 24 болып қалды. Енді ойланамыз. Ол суға батпай тұрған кезде 40 болды. Суға батырылған кезде қанша болды? 24 болды. Онда 20 қалған 16 ньютон ба қайда кетті деген сұрақ туындаса өте күшті. Бұл бізде Архимед күші болады. F Архимед күші дененің салмағының өзгерісіне тең. Қалай? Егер ауадағы салмағынан судағы салмағын азайтатын болсақ, бізде Архимед күшіне тең болады. Бағана айттым ғой, жаңа жоғалып кеткен салмақ ол судың салмағы болып шықты ғой, бағана есептеп басында көрсеткен кезде дәл сол ғой. Мысалға 40 ньютон азайтылған 24 ньютон, сонда 16 ньютон жоғалып кетті. Бұл Архимед күші. Яғни Архимед күші көмектескендіктен біз аз күш жұмсадық деген сөз балалар. 16 ньютон Архимед күші екен. Енді осы жерден бізде дененің тығыздығын анықтау керек. Ол үшін бірінші тығыздықтың формуласы еске түсірейік. Жаралы жүрек немесе махаббат формуласы ғой. Тығыздық деген масса бөлінген көлем. Не үшін жаралы жүрек деп айттым? Бұны білесіздер деген ойдамын. Өйткені мынандай формулаға ұқсайды, иә. Мысалы, Беканың жүрегі, например, оны аружан жаралайды. Сол кезде мынандай үсті М, асты В-ға ұқсайды. Сондықтан бұл жаралы жүрек немесе махаббат формуласы деп жаттайсыздар, достар. Енді орнына қою керек, те. Қояйық десек, бізде масса керек екен және көлем керек екен. Көлем қайдан шығарамыз? Көлемді осы Архимед күшін шығарасыздар. Бірінші көлем шығарайық. Ол үшін F Архимедтің формуласын білгілесіздер. Ро, G, В. Мінекей. Ро деген сұйықтың тығыздығы, мынау дененің батқан бөлігі. Бізде толық батып тұрғандықтан толық көлем шығарамыз. Бағана сияқты жартысы емес болу керек. Сонда дененің көлемі тең болады F Архимедті бөлесіздер Ро сұйықтың тығыздығына және G-ға. Архимед күші неге тең еді бізде? Архимед күші 16, иә, таптық бізде. Мінекей. 16 бөлінген Ро деген сұйықтың тығыздығы бізде бар мінекей 1010. Мынау енді 16 бөлінген 10-ның шығады. Дәрежемен жазатын болсақ 16 бөлінген 10-ның 4 дәрежесі немесе 16 көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесі метр куб болады екен. Сосын ары қарай не істейміз? Бұл жерден көлем таптық, иә, біріншісін таптық. Енді екіншісі нені табу керек болады? Масса. Осы жерде қайдағы массаны аламын дейді да. Бізде екі салмақ бар. Салмақтың формуласын білесіздер, иә, P тең негізі mg. Бірақ ол судағы салмақ өзгеріс салмағы, оны алмайсыздар. Ауадағы бастапқы салмақты аласыздар. Осы жерден массаны шығарасыздар. Сонда P дегеніміз бізде 40 ньютон бөлінген G деген 10. И қысқаратта бізде 4 килограмм шығады. Ең соңында мына бастапқы формулаға келіп қоя саласыздар. Мына жерге сразу қоя салайын, иә. Бізде масса бізде 4 килограмм және 16 көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесі екен. 16 менен қысқарады. Сонда 1 бөлінген 4 көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесі. Минус 4 дәрежені төбеге қарай шығарып жіберуге болады, достар. Сонда 10-ның 4 дәрежесі бөлінген 4 болады. Немесе бұны былай жазсаңыздар оңайырақ болады, ойласаңыздар, немесе 104-ке бөлесін 25. Демек 2500 килограмм бөлінген метр куб екен. Жауабы осы дұрыс болады. 2500 деген бізде С жауап бар екен. Әрине дұрыс, иә, достар. Сіздерге сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Егер физиканы нөлден бастап кәдімгідей толыққанды үйреніп түсінгілеріңіз келсе, дәл осындай форматта, иә, тақырыпты күшті қылып слайдтармен әдемілеп дәл осындай сабақта түсіндіреміз. Содан кейін әр тақырыпқа балалар есепте шығарамыз ғой. Андай тақырыпты өтіп үй жұмыс бере салмаймыз. Осылай практика жасау өте маңызды да. Сосын бұл есептер жайдан жай есеп емес, достар. Нағыз ұбт келіп жатқан, келу мүмкіндігі жоғары келген есептерді дәл сондай немесе 99% ұқсайтын есептерді шығарамыз. Күрделі есептер жай ғана бүйтіп сырып өте шықпаймыз. А, Б, С, Д деңгейіне дейін талдайтын боламыз, достар. Сосын менен міндетті түрде жеке кері байланыс болады. Маған любой уақытта жазып, ағай, мынау түсінбей жатырмын, қалай болады деп сұрай аласың. Күшті ғой, да? Осылай үйренгілерің келсе, онда міндетті түрде мына көрсетілген астында сілтемеде номер болады, соған хабарласып курс туралы ақпарат алсаңыздар болады. Қазір тіркеу жүріп жатыр. Келесі сабақта жүздескенше, достар.